Хазіреті Османнан соң іле-шала Хазіреті Талха ибн Убайдулла исламды қабылдады. Ол сауда-саттықпен елден жырақта жүрген сәтінде Бусра базарында сол жердегі шіркеу басының «Уа халайық, араларында Меккеден келгендер бар ма?» дегенін естиді. Хазіреті Талха оның қарсысына шығып өзінің меккелік екенін айтады. Сонда Манақ Талханың бетіне бажайлай қарап алады да, Ахмад халыққа танылды ма деп сұрайды. Хазіреті Талха Ахмад дегеніміз кім дейді? Ахмад Абдулланың ұлы, Абдумуталиптің немересі. Ол меккелік, өзінің соңғы пайғамбар екенін танытады. Кейінірек туған жерінен қуылып, от бітпейтін тастақ бір жерге көшуге мәжбүр болады деп жауап берді Манақ. Христиан дінбасының айтқандарын ұйып тыңдаған Хазіреті Талха еліне келген сәтте алдынан жолыққандардан «Мен жоқта нендей жаңалық болды?» деп сұрайды. Жаңалықтың көкесін естіртейік. Абдулланың ұлы Мұхаммед өзін пайғамбармын деп жариялады. Ол ма? Әлгі Әбу Кухафа ұлы Әбу Бәкір де оның айтқандарын растап иман етті деді Жапа тармағай шуласып. Мұны естіген Талханың жаны жай таппай, Әзіреті Әбу Бәкірді іздеп тапты да, «Сен Мұхаммедтің айтқандарын мойындадың ба?» деп сұрайды. Хазіреті Әбу Бәкір, «Я, мен оның сөздеріне шәк келтірмеймін. Егер менің тілімді алар болсаң, сен де бар Мұхаммедті мойынсұнғандығыңды айт. Өйткені оның ұстанғаны қақ сенім». Хазіреті Талха Бусра жәрмекесіндегі Манақпен кездесуін, одан есінгендерін Әбу Бәкірге айна қатесіз жеткізеді. Мұнан кейін екеуі Алла Расулының құзырына келеді. Сәлем сауқаттан соң жаңа сахаба қатарына қосылған Талха мұсылмандықты қабылдағанын естіртіп, Манақтың әңгімесін Мұхаммед пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам баяндап береді. Пайғамбар оның әңгімесін күлімсіреп отырып тыңдайды. Мүшриктер араларындағы талқасында абыройлы, құрметті адамның иман келтіргеніне наразылық білдіріп, балуандары Науфал ибн Әдиуаны араға салып Әзіреті Талхаға түре соқтырады. Аяқ қолын байлаған күйі біраз азаптайды. Жастығына қарамастан ақ-қараны айыра білген Талха көз тірісінде жұмақ сыйы ұсынылған 10 сахабаның қатарында. Пайғамбарымыз ол туралы жер жүзінде тірі жүрген шейітті көргіңіз келсе, Әзіреті Талхаға қараңыз деген. Мәрттігі мен қайсарлығын иман жолындағаны қолданған қаһарман еді ол. Ислам тарихындағы атақты Ұхud соғысы кезінде пайғамбарға атылған оқтарға қолын тосып, саусақтарын құрбан еткен батыр ол. Сол шайқаста 80-нен астам жарақат алса да, Мұхаммед пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам қорған болған ер.